Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Ең соңғы жаңалықтарды алғашқылардың қатарында білгіңіз келсе, бейне астындағы лайк және подписаться таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Маусым айы қандай болады? Қазақстан бойынша 2023 жылдың маусым айына арналған ауа райы болжамы жарияланды деп хабарлайды бақ.кз. Маусым айының бірінші онкүндігінде Қазақстан территориясының басым аумағында ыстық ауа райы болжанады. Ауа температурасы жоғарылайды. Еліміздің оңтүстігінде түнде +20–+27 градусқа дейін, күндіз +35–+44 градусқа дейін. Республиканың солтүстігі мен орталығында түнде +17–+25 градусқа дейін, күндіз +33–+41 градусқа дейін. Еліміздің оңтүстік шығысында түнде +8–+18 градустан +20–+25 градусқа дейін, күндіз +24–+31 градустан +34–+39 градусқа дейін. Республиканың шығысында түнде +2–+10 градустан +15–+23 градусқа дейін, күндіз +21–+28 градустан +33–+38 градусқа дейін болады. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.